неге қол шапалақ ұрмай қошеметпеске? Мархабат, қабыл аламыз. Сағындық аңсада. Тарихта бұлар үшін бүгін ұмытылмас сәне. Осы шаңырағымызды қолда қуатлап тұрған барша жақындарымыз Ләжбар шамсындай төрт көз төбелігіңізге, har атқан таңыңызға, har батқан күніңізге, түннен аман шыққаныңызға, азанда тұрған кезде мамаңыздың дауысын ескеніңізге, кеште ұйқыдан алдын балам келдің ба деген папаңыздың бір ауыз қалақуа сұрағанын қадірлең ағайлар. Себебі уақыт өткеннен соң байлықта табылады, жайда салынар, кредитта төленер, ямаса балаларыңыздан өсер Алла бұйырса. Бірақ ата-ана өтіп кеткеннен кейін машинада кетіп баратып қасыңыздағы жораңыз ямаса құрдасыңызға қарап, ана әулиені көрдің ба? Көрдім ауа деп айтады. Екі таздан күмбез салдырдық, көрдің ба? Көрдім. Соң біреуі папамдікі, біреуі мамамдікі. Көрдің ба әне деп айтып мақтанғанның пайдасы жоқ. Жердің бетінде тауған дүния, абырай хәмде киген киімдеріміз, мінген машин хәмде жайларымыз, жер бетінде қалада ғайлер. Ешкім арқалап кете алмас екен. Осы ата-анамыздың кеулерін шат қылып, рахметтерін естіп, мама, папа сіздерге рахмет. Сондай тойымыздың қуанышлы өтуіне сіздердің арқаңызда, Алланың арқасында деп рахмет. Әлі екі құдағай бір-біріңізбен тату болсаңыз, балаларыңыз бақытты болады. Сіздер тыныш жүрсеңіз, олар бақытлы. Екеуіңіз бір-біріңізге күліп шығайменен екі құда қол берісіп, құшақ аша көрісіп, балаларыңыз үшін сондай қылып, бауыр басып, бір-біріңізді қолдап жүрсеңіз, меніңше балалар сіздерден үлгі алып, ертеңгі тұрмыстары тату һәм бақытты болар еді. Демек, мамаларымызға рахмет, сіздер үшін рахмет, жақсы ниетте, сауғалар оң болсын, осындай сауға беру несіп етсін, сіздердің осындай ауызбіршілікті шаңырағыңыздың тойын басқарған біздердің командамыз, достық рестораны қуанышлымыз. Енді мархабат дастарханға жайғасып отырып алсаңыз болады.